Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликті соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Әр балаға жыл сайын $150-160 аударылады. 2024 жылдан бастап жоспар бойынша 6,5 миллион баланың жинақтау шоттарына ұлттық қордан ақша түсіп отыратын болды деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Бүгінгі жастардың көпшілігі баспанасыз. Статистикаға сәйкес, мектеп бітіруші түлектері көпшілігі жоғарғы оқу орнына түсіп, уақыт жоғалтпай, жұмыс істеп жағдай жасауға ойлайды. Осы ретте мемлекет басшысы өскелең ұрпақтың болашаққа нық сенімменен аяқ басуы үшін ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50%-ын балалардың шотына аударуды ұсынды. Бұл бастама жоспарлардың ересек өмірге деген жолдамасы болмақ. Кәмелетке толмағанға дейінгі жинақталған қор тұрғын үй сатып алуға немесе білім алуға жұмсалады. Жыл сайын 1 қаңтар күні жасалатын аударымның болжамы жартысы қаржысының белгілі болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуы үшін бір ғана лайкіңізді аянбаңыздар.